Армысыздар, қалайсыздар деп па? Бүгін шашымды бояуға кірістім. Фаберликтен Expert Color, Maximum Color дейді. Мен мына жерде мынандай қоңыр күңгірттеу не дейді мына жерде? Горячая смарт дейді. Қазақшасы қай жерде? Әйтеуір сәл мындай қап-қара емес, кішкене мындай күңгіртеуін жақып көрейін деп. Айына екі айда бір бояйтын болдық қой, шашымыз ағарып. Мынаны жаңа түсірем деп ойламадым да, бастап жібердім. Мен енді көп қыз келіншектер сияқты салонға бармаймын. Видео өзім бояйын деп. Жаңа ішіндегі мынандай домалағы бар, соны құйдым. Мынау қолғабы екен, мынау кейін жуатын бальзам екен. И мынау түстің өзі. Маған көп нәрсе керек емес, тарақ, мынандай щетка. Білмеймін, баяғыда апайым шампунь қосып, соги шампуньмен жасайтын. Сіздер білмеймін енді қалай қосасыздар ма жоқ па. Қазір мына аяғына шейін бітірейін. Болды негізінде. Кішкене шампунь құям. Бұлай болсын. Ланолин дейді. Акциямен ала салған ой екен. Сол қазір енді араластырамыз. Не үшін шампунь құясын дейтіндер болуы мүмкін. Бір жағынан көбірек болу үшін, өйткені шашым өсіп кетті. Екінші жағынан мынаның несі окислитель жаңа қышқылданып нететін реакция түсетін, кішкене шашқа сәл зақым келмейді-ау деп ойлаймын, білемін. Кішкене шампунь қосам, мынаны өзі жетіп қалар деп ойлаймын. Иә, міне шашы май-май, мына жердің бәрі ағарып кеткен. Мен енді әлі 40-қа да келген жоқпын, бірақ бала босанғаннан кейін енді бәрі білетін шығар, экология, ішіп жеген тамағымыз. Енді иә, 2 айда бір боямыз, біреулер бар, айына бір бояйтындар. Енді мен кішкене ондай шлейдіп айына бір бояймын. Мына бір қоңыр жасаған едім ана жол. Жараспады деп, кішкене күңгірттеу түс алдым. Ал енді отырам деп бастаймыз. Енді мына жерде айна. Мен енді жұрттар сияқты керемет бір ваннам жоқ. Бүйтіп бояйтындай, кәдімгідей аластарда бояй бересіздер. Техникалар көп дейді. Жақсы. Қолғап қылайық. Қолғабымыз бар екен ғой. Баяғыда мамамдарға, апаларыма өйстіп бояй беретін. Жоқ, шайтан қанша жыл болды. Өзім бояй берем. Өйткені салонға барсам, ана жерде 10 сағат отырасың, адамдар ығы-жығы, одан кейін оны да күту керек. Мен кішкентай қызым бар, мысалы, оған қарайтын адам жоқ, мен не істеймін? Қазір мына қызым алдында, аламды фук тез бояйымды. Жарты сағат күтемді. Болды сонымен. Бұл краска ары кетсе қанша тұрады? 1000 теңге ма? Фаберликтікі. Краска нелер, бояулар өте қымбат. Бәрі қымбаттап кетті. Арзан дүние деген жоқ қазір. Фаберликке не үшін келдім? Сол арзан дүние үшін келдім деп. 20%-лық жеңілдікпен. Білмеймін, 2-3 теңге сабындар, 7-3 теңгеге шампуньдар, шомылуға арналған, мысалға 400 теңге, 500 теңге, қайдан ондай бағаны қайдан алып. Сондықтан сол ақша үнемдеп жалғыз басты ана болғаннан кейін сондай болып кетті.
Мен енді шын айтсам ай күнтізбесіне қараймын. Негізі 16-сына бояу керек еді. Шолпан күнінде. Ертең жұма, шолпан, жасыл күнде. Бірақ жаңа шашымды көрдім, майым. Бүгін енді пешенбеден жұмаға қараған түні отыр. Жарайды дедім де қоя салдым. Одан кейін бейсенбі күні шашы майланады дейдім. Өзі бір сондай майланатын өз кездері болады екен. Сонда ескердім да. Бейсенбі күні бояй салайықшы дедім. Әйтпесе ай күнтізбесіне жаман қатты қараймын. Қырқатындар болса, ай туғанда, ай толып атқанда, егер бояйтын болсаңыз, ай несінде бірақ қазір ай несіне келіп жатыр еді, толу есебіне. Өйткені шашу космоспен, ғарышпен байланысты. Сондықтан бәріне кәдімгідей салмақпен қараймыз. Тамамдап қалдым деп па. Бәрін жағаладым. Ана ақшаш шыққанда жаман қышиды ғой. Мен сол енді білініп жатыр қышығанын. Камераның ар жағында отырғанда адамнан ұмытып кеттім дейтіндер де бар шығар. Білмеймін. Ұшының бәріне жазып тастаймыз қазір. Иісі бар енді, я аммиак па. Безаммиачный енді білмеймін. Онша ұстамайтын шығар аммиакс. Бірақ палет сияқты емес, палеттің сұмдық қой. Иісі сұмдық ғой. Мынау кішкене иман жүзді деп па. Сап-сарыға болып баяғыда сөйтіп жүретін ше, студент деген. Қазір білмеймін ондайға. Түк ондайға ем жоқ. Ондай сап-сары болатындай. Бәрі шам, қарамақ білек, қандай балаяш, бір бәле дегендер. Қысқа шаштың өзіне 18-35-ге дейін баратын. Сондағы жаңағыдай күйдіріп берем, бір бәле қылып берем. Ой. Әйтеуір. Құдай өзімізге қуат берсін деп па, өзіміз-ақ істей береміз. Мына жеріне жағылып кеткен. Баяғыда ацетонмен сүртетінбіз ғой, бүйтіп мамалардың несін. Роколормен қандай бір краска болатын әйтеуір. Мына жердің бәріне жаққан сияқтымын. Мұндай жерлердің бәріне жағып жіберейік, тарап. Көбінісі баяғыдан сондайды ғой, өзіміз бояй береміз. Білмеймін, салонға барып. Енді, мысалы, біреулер айтуы мүмкін, аны жөнді жаға алмайсың. Бір келкі болу үшін сол біреу жақып беру керек деп. Енді, мен бір министерствода болмаса бір телеарнада жұмыс істемеймін. Мен басыма біреу қарайтындай. Қарапайым адам болғаннан кейін өзіміз осылай жасай береміз. Мен де мүмкін бір қызметте, мен басыма қарайтындай бір дәрежеге жететін болсам, мен де салонға баратын дедім. Қазірше енді осындай. Тараймыз да. Барған шығар. Енді күйдіріп, онда ештеңе отқан жоқ. Кішкене ашытатыны бар, білем. Мынандай баяғыда мамамда не болады, мынандай шаш қыстыратын еді. Невидимка емес, не деп айтушы еді андай. Баяғыда апайлар өстіп қыстырып жүретін еді дейді. Шпилька. Мен енді ондай шпилька, ондай ештеңе жоқ. Нан енді. Бітеміз.
Бітеміз да. Жарты саатқа музыка тыңдап отырамыз. Вот жуудым, енді қазір кеп тұру керек. Қандай болды екен деп. Қазір шашымызды тарап. Біреулер енді андай не жағып атады. Немене андай май ма бірдеме. Мен әлі ондайға жеткен жоқпын деп па. Ондайға әлі жеткен жоқ па. Қазір кептіреміз шашымызды. Әлі жүрмін. Шашым қалың болғаннан кейін кебу бір әуреші. Әуре сатсам. Так майлы болғаннан кейін күн ара жуам. Баяғыда жұмыс істегенде күнде азанда жушы едім. Қазір күн ара жуам. Сол. Кептірудің тәсілдері бар екен. Жай жылдамдықты кептіре береміз ғой. Андай брашыңды алған тұғын. Бірақ оған үйрену керек екен. Сөйтіп бір істей алмайды екенсің оның үшін. Неде шаштыға жүрді, отыр ғой қыздар. Ондай үйреніп алу керек ондай. Мына жерге мынандай шам жағып қойдым да, қандай болады екен деп. Мынандай бүйтіп немен укладка жасаған жоқ менде. Шашты сәндеуіме жай тарап кептіре салдым. Білем енді жаза жатасыздар. Жараса ма, жараспай ма, бірақ өзіме күнделікке болатын сияқты болады емес. Керемет деп па. Сол. Осылай үйде өзіміз аламыз да, фаберлікпен бояй саламыз. Рахмет, көріп бірге тамашалап, қасыма қолдау көрсеткендеріңізге. Сау болыңыздар.